Бүгінгі тақырыбымыз жас эколог. Мақсатымыз табиғатты қорғау, қоршаған ортаны таза ұстау туралы түсінік қалыптастыру. Туған жерге деген сүйіспеншілікті арттыру, экологиялық мәдениетті сақтау және табиғатты аялауға өзімізді тәрбиелейміз. Ал міндетіміз табиғаттың адам өміріндегі маңызымен танысу. Қоршаған ортаны ластамау туралы білім қалыптастыру. Табиғатты қорғауға деген жауапкершілік сезімді қалыптастыру. Табиғат біздің өміріміздің негізі. Егер табиғат таза болса, біз таза ауа жұтамызса, таза су ішеміз, денсаулығымыз жақсы болады. Бүгін сенбілікке шықтық. Ауламызды таза қылайық. Балалар, қоқысты жинай бастайық. Ең қағаздарды жинаймын. Жарайды, таза болады. Мен қағаз тауып алдым. Ал мен пластик бөтелке таптым. Жарайсыңдар. Енді дұрыс жәшіктерге салайық. Бұл қағаз. Қағаз жәшігіне саламын. Дұрыс, өте жақсы. Пластик бөтелке пластик жәшігіне. Біз дұрыс сұрыптап жатырмыз. Иә, қоқыс жәшігі таза болады. Бұл банка металл, темір жәшігіне саламын. Дәл таптың. Шыныны бөлек жинау керек. Дайын. Балалар, сендер нағыз тазалықты жақсы көретін бүлдіршінсіңдер. Таза орта Өзімізден басталады. Табиғат біздің ортақ үйіміз, сондықтан оны таза ұстап, өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық жасау әр адамның міндеті. Балалар қарапайым әрекеттер арқылы қоқысты тастамау, суды үнемдеу, ағаш отырғызу, табиғатты қорғауға үлес қоса алады. Осындай тәрбиелік іс-әрекеттер арқылы болашақта табиғатты құрметтейтін, жауапкершілігі жоғары азаматтар қалыптасады.